бұрын, өздеріңізге деген сенімділікті арттыру мақсатында біз қандаймыз әдісі арқылы, біз қандай сыныппыз, біз қандаймыз? Сабақта қандаймыз? Жалпы, біз қандаймыз? Тәртіптіміз, біз қандаймыз? Ақылымыз, ұйымшылымыз, біз қандаймыз? Алып шығындарыңызға сенімім мол. Сабақты бастамас бұрын, қазір сіздерге ән қойлап, жақсылап тыңдаймыз. Жарай ма? Сабағымызға қатысы бар ма? Иә. Әрине, біз өтіп жатқан шығарманың, біз қай ақынның шығармасын өтіп жатырмыз? Оралхан Бөкейдің Тортай менен Ақбозат. Яғни, бізге бұл әннің сөзі келді ғой, балалар? Жақсы. Олай болса, экранға назар аударамыз. Қазір сіздерге жетекші сұрақтар қоямын. Жарай ма? Жақсы. Бұл әннің бүгінгі біздің шығармамызға қатысы бар ма, жоқ па? Бар. Әнде қандай бала туралы айтылды? Біздегі шығармадағы? Тамаша, өте арман, қоғам деген тақырыптармен. Осы Торпайдың өмірі қандай болды? Қиын болды. Тағдыр қандай болды? Аяныш болды. Жақсы, тамаша. Арманы болды ма Торпайдың? Ал қоғамға қандай қатысы бар? Ал қазіргі қоғамда да осындай бізде ата-анасы жоқ балалар бар ма? Бар. Қоғамға шектетілді ма? Жоқ. Оған Тортай кінәлі ма? Жоқ. Тамаша. Сабақтың тақырыбы күн ретінде жазамыз. Бүгін ақпанның 19-ы. Сабақтың тақырыбы Тортай мен Ақбозаттар, яғни әңгімеден үзінді. Сабақтың мақсаты, яғни біз бүгін сіздермен бүгінгі сабағымызда мына мақсаттармен жұмыс жасаймыз. Яғни бірінші, әңгімеде көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселені берілген үзіндердің арқасында не арқылы ұсынамыз? Идея. Жалпы идеясын білеміз ғой? Идея дегеніміз не? Айтқан деген негізгі ойы ол бізде идеясы. Тек идеясын қалай бітіреді екенбіз? Көтерілген мәселе, оның іште әлеуметтік жағын, қоғамдық жағын не істейді екенбіз? Идеясы арқылы ұғындырады екенбіз. Мақсат түсінікті ма сабақтың? Жақсы. Екінші мақсат эпикалық прозалық шығармалардағы кімнің бейнесін анықтаймыз? Автордың жалпы қатысы бар ма, жоқ па? Соны жұмыс жасау барысында, яғни автордың бейнесін анықтаймыз. Мақсатына тапсырмаға кіріспес үшін әлеуметтік қоғамдық деген ұғымдарға тоқталып өтейік. Жалпы біз осы күнге дейінгі Жусан Исі шығармасында да бұл әлеуметтік қоғамдық мәселені жұмыс жасадық. Дегенмен, тағы да бір еске салған жөн болады. Әлеуметтік дегеніміз қандай екен? Жоқшылық мағынасында қолданылып, ол өзінің қарамағында кімнің әлеуметтік жағдайы? Ал шығармаға сәйкестендіріп отырмаса, кімнің әлеуметтік жағдайы бізде? Торпайдың әлеуметтік жағдайы, мүмкін экономикалық әсер етеді ғой, мүмкін отбасыда әсер етеді ма әлеуметтік жағына? Жалғыз өзі болса әсер ете ма? Мінез құлқы әсер ете ма? Осы төңірегінде біз сіздермен бірге әлеуметтік жағын бір топталдық, ал қоғамдық деп отырғанымыз, қоғам деген ол не? Бізді қоршаған орта, қоғам. Яғни ол баланың ата-анасы жоқ деп қоғамнан шектеп тастауға бола ма? Өмір сүру құқығын шектеп тастауға бола ма? Жоқ. Демек, ол да неге Торпайда қоғамның беделді мынадай тапсырма беремін. Топтық жұмыс болады, мұқият тыңдап аламыз оқушылар. Ертең асып тыңдап аламыз. 4 топқа 4 түрлі тапсырма береміз. Шығармадағы көтерілген мәселелерді тізбектеп жазасыздар. Яғни қандай мәселе болды. Және айта кететін дүние, топпен жұмыс жасайсыздар, бірақ бұл жұмыстың түп нұсқасы бар. Сонымен өздеріңіз дескриптор арқылы
бағалайсыздар. Яғни сіздердің жазған көтерілген мәселелерді түп нұсқада сәйкес келді ма, келмеді ме, дескриптивмен шынай бағалайсыздар. Әлеуметтік деген болды. Яғни сіздерге кішкене көмекші құрал ретінде шығармадағы әлеуметтік мәселелерді былай 3 топқа топтастырдым. Енді сіздер шығармадағы оның экономикалық қайсы, отбасы қайсы, міне сол әлеуметтік мәселесіне жақсылап іріктеп жазасыздар. Түсінікті ма? Яғни тек әлеуметтік жалғама айтылғанмен өзі ішінара не істеймеген екен, бөліктелмеген, бөлемеген, тамаша. Тапсырма түсінікті ма? Жақсы. Сәтті. Төртінші тап сіздерге әлеуметтікпен қатар қоғамдық, яғни Тортайдың психологиялық жағдайы және ол шығарма тарихта болды ғой. Сіздерге көбінесе мына жерге қараңыздар. Мына жерде сіздерге көмекші ретінде табиғат, бояу өзгерді ма? Боясаңдар да болады, өзгеріп ертеңді. 7 минут уақыт берем, ал іске сат, уақыт кетті. Тортайдың ақ жүректігі. Келісесіздер ма? Яғни осы мәселелердің барлығы шығармада болды ма? Екінші топ. Тортай ата-анасынан ерте айырылған жетім бала. Отбасылық жағдайы жоғары отбасында ата мүшелері бәрі мейірімді, түсінігі мол болады. Бұл жерде түсінігі мол дегеніміз бұл әрдайым Тортайдың жанынан табылып, қиын кезде оған көмек беріп жүрді. Келісесіздер ма? Толық ажыратылып ма? Қандай оқиғамен байланысты бұл? Соғыстан кейінгі ауыл өмірі, яғни ол қоғамдық жағдай болады. Болдыңыздар ма? Нұрсұлтан айтамын. Болды ма? Жақсы отырыңыздар. Суреттеп деп ойлайсыздар. Қазір өздері айтып береді сосын. Ұқсат алдыңыздар ма? Дұрыс па? Тортайда үңгірде жалғыз отырып, от жағып, баласының қанаты екені айтылды ма сіздерде? Айтылды ма? Жақсы. Қанағат пен бауырмалдықтың керектігі? Жақсы. Тамаша. Әке шешесіне айырған баланың адами қасиеттерге бай болып жүруі айтылды ма? Үшінші парта айтылды ма? Сендерге емес, бірінші парта өзінің несін түзетіп жатыр. Әке шешесінен айырылған баланың адами қасиеттерге бай болып өсуі айтылды ма? Ақ жүректілігі деді, яғни жақсы. Ол мынаған келмей ма? Қарапайымдылық пен зеректілігі айтылды ма? Неге зерек болды ол? Тамаша. Арманшыл болу айтылды ма? Ол арманындағы өзінің келді ма сіздермен? Жуықтарына? Жақсы. Жарайсыздар. Екінші топ сіздерге қандай еді? Әлеуметтік жағы. Әлеуметтік жағын үш тарапқа бөліп қарастырып. Отбасылық, өзінің отбасының болмауы. Отбасылық жағдай ма? Жазып па? Жетім болуы. Жалғыздық ше? Айтылды ма сіздерден? Шығармада жоқ, жазыңыздар ма? Айтылды, бірақ жазу керек, жақсы. Екінші, экономика соғыстан кейін ауыл өмірінің бай мен кедей. Экономикасы қандай болды? Нашар болды ма? Өте нашар болды. Өте нашар болды. Екінші, мінез құлқы. Өзінді, оқымақшылар, барлығы шыдамды деп айтыңыздар. Жақсы. Келесі біздегі топты нені? Қоғамдық жағдай. Енді психология негізі жағдайдың қарамағына қоғамдық. Яғни кітапты өзіне кітаптар, не шығармалардың қалай басталатын еді? Жетім бала болады деп басталатын еді.
бірақ оның осы жаңағы әлеуметтік жағдай оның психологиясына әсер етті ма? Қойшы тек қолын бір істерін кітаптан бас тартты ма? Ішкі уәжі не болды? Ішкі уәжі өте жақсы не болды. Ал тарихи жағдай ол жаңағы соғыстан кейінгі ауыл өміріндегі бай мен кедей болды, фермер бастығы деп аталады, ата-анасынан. Жақсы. Келесі бізде идеясын өздеріне қалдырайын, суретпен көрсете алды ма оқушылар? Барлығын қамти алды ма? Сіздер сөйлесеңіздер, бұлар тек суретпен өздерінің ойын жеткізе алды ма? Жақсы ғой, тамаша. Енді сабақтың бірінші мақсаты оралаш, не еді біздің бірінші сабақ мақсаты? Қандай мәселелерді? Не арқылы идеясын отырдық? Отырып, әлеуметтік жағын, қоғамдық жағын не істедік? Мақсатқа толық қол жеткіздік деп ойлайсыздар ма? Қол жеткіздік қой, ажырата аласыздар ғой? Тамаша. Екінші мақсат бізде автор бейнесін анықтау, ол топтың арасында жүптық болатын, яғни бұның да дұрыс-бұрыстығы бар. Қазір 3 минут уақыт берем. Автор нешінші жақта сөйлейді? 1, 2, 3. Сұлқар мен Руслан, Жазира мен Қаздар, Жанел мен Нұрсұлтан мен Айлин мен Еркенұр жазады. Еркеназ бен Мирас пен Төлеген жазады. Талғат пен Нұрдаулет жазады. Мөлдір мен Раяна жазады. Ал үшінші автор бейнесі қандай көрінген? Бұның да дұрыс жауабы бар, өзіміз кімге салыстырамыз. Ораштың сөзінде сөйлеп тұр, және өзінің Тортай өзінің жасауымен туралы айтты. Жақсы кәсекеміз. Бұл жерге шығармаға дәлелдеп беретін болсақ, біздің ауыл салысағының еудаушын Жақсы. Нұрсұлтан жайғаным. Мысалындай, дәлел. біздің ішімізде менен 1-2 жасқа үлкен. Менен 1-2 жасқа үлкен. Жақсы. Ал, шығармада автор неше жақта сөйлейді екен? Бірінші жақтан баяндалады. Дұрыс таптық па? Үшінші жақ дегенде бар ма? Оқиғаның тікелей несі? Қатысушы ретінде өзіндік сезімдер арқылы жеткізеді. Яғни бүгінде менің есімде Тортай айтқан ертегінің көбі не дейді? Қалмаған. Тіпті арманшы баланың өзін ұмытқандай едім. Оның еміс менің жылдарым деген. Демек бізге мына мақсатқа жетуімізге бірдеңе жетпей жатыр. Ол не деп ойлайсыздар? Мүмкін шығарманың толық нұсқасы оқып ол керек шығар. Сондықтан мен сіздерге мына жерде кітаптан алынған Оралхан Бөкейдің аз ғана сіздердің жас ерекшелеріңізге сай берілген толық нұсқасы оқыған кезде біз мына мақсатқа толықтай, бірақ сіздер барыңыз бірінші жақта деп кітапта бар жерді таба алдыңыздар ғой. Енді мынаны оқимыз ғой. Жақсы. Олай болса сабаққа рефлексия жасаймыз. Тез сабақтың бірінші жағы. Мирас, барлық ұнады ма? Сабақта жұптық жұмыстарды жасап, өзімізбен бірге көп нәрселерді мақсатымызды жүзеге асырдық. Жақсы, тамаша. Ал қызықты жағы болды ма? Кім айтады? Қай жағы қызықты болды? Қызықты жағы топтық жұмыс болды. Топтық жұмыс қызықты болды. Кім ақшаздық сөйлемеді? Саған қызықты болған тұсы? Қызықты болған тұсы жетекші сұрақтар қызықты болды. Басындағы жетекші сұрақтар. Жақсы. Төлеген, сен айтшы, саған не рефлексия өткізіп? Бүгін қызықты болды ма? Мен жүйесі қайсына кетті? Қызықты болды ма? Қызықтырадым ба сені? Тапсырмамен? Тамаша. Тері байланыс.